Сәлем достар, біз бүгін өзбек бақлавасын пісіретін боламыз. Керекті ингредиенттер: 500 грамм ұн, 200 грамм сары май, 250 грамм 20% қаймақ, 4 жұмыртқа сары уызы, 10 грамм қопсытқыш, 400 грамм грек жаңғағы, 350 грамм шекер. Видеоны толық қарамастан бұрын каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз достар. Ең алдымен іші тереңдеу ыдысты аламыз. Оның ішіне ұнды саламыз, үстіне қопсытқышты және бөлме температурасындағы сары майды салып, әбден араластырып аламыз. Сары майдың түйіршігі қалмайтындай ұнмен араластырып боламыз да, үстіне жұмыртқаның сары уызын салып және 20% қаймағымызды салып, одан ары қарай араластырамыз. Бұл жерде 1 келкі қамыр дайын болу керек. Илеуін қандырып алған қамырымызды 30 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Менде полиэтиленовый пакет болмағандықтан мен осы ыдыспен қойдым. Сіздерде болса, дұрысы полиэтилен пакеті. 30 минутқа тоңазытқышқа қойып қойған уақытта бос отырмай, арасында блендермен жаңғағымызды үгітіп аламыз. Яғни алдын ала начинкасын дайындап аламыз. Әбден дұрыс. Арада 30 минут өтті. Тоңазытқыштағы қамырымызды алып 4 бөлікке бөлеміз. Оның бір бөлігі ғана 400 грамм, қалған 3 бөлігі 200 граммнан болу керек. Оны таразымен өлшеп аламыз біртіндеп. Енді келесі жасайтын тірлігіміз бұл 4 бөлікке бөлінген қамырды әдемелеп зуғалар ретінде 4-ке бөліп дөңгелектеп қоямыз. Енді үстеліміздің бетіне пергамент қағазын төсеп аламыз. Оның үстіне ең үлкен 400 граммдық қамырды алып, оқтаумен жайып шығамыз. Бұл ең үлкен қамыр болғандықтан әбден пергамент қағазының шетіне дейін жайғанымыз дұрыс. Қамырымыз жұмсақ болғандықтан жылжып кетуі әбден мүмкін, бірақ ештеңе етпейді достар. Осыдан соң үстіне жұмыртқаның ақ уызын жағып шығамыз. Сөйтемізді духовканың листіне әдемілеп орналастырамыз. Енді осы аралықта начинкамыз дайындап аламыз. Алдын ала блендермен үгітіліп дайындалған грек жаңғағы мен шекерді жақсылап тұрып араластырамыз. Және пергамент қағазының бетіне жайылған қамырымызды алып, бетіне біртіндеп сеуіп шығамыз. Енді екінші қамырымызды жаямыз. Қамырымыздың граммы аз болғандықтан көлемі де кішкентай болады. Жайып, дәл солай екінші слойка ретінде орналастырып, бетіне жұмыртқаның ақ уызын жағып, жаңғағын сеуіп қоямыз. Одан соң үшінші қамырға көшеміз. Дәл солай жайып алып жасаймыз. Бұл жерде маған қызым көмектесіп жатыр, себебі жиналып қалып жатыр қамыр. Дәл солай жұмыртқасын сеуіп, төртінші қамырға көшеміз. Енді төртінші қабатқа жайылған қамырымызды қоямыз да, ең астыңғы қабаттың шеттері шығып тұрады, соны самса бүккендегідей айналасын бүгіп, бетіне жұмыртқаның ақ уызын жағып шығамыз. Осыдан кейін ең беткі қабатын астына кіргізбей, пышақпен кесіп шықсақ болады. Тек беткі қабатын ғана кесеміз, астыңғы қабаттарына тиіспейміз. Әрлеу үшін үгітілген жаңғақтан қалған жаңғақтарды сеуіп шықсақ болады. Алдын ала қыздырылған пеште 200 градуста 30 минутқа қоямыз. Мінекей достар, біздің бүгінгі өзбек бақлавасы дайын болды. Қазір дәмін көретін боламыз. Рецепт бойынша пахлаваны жасап шықсаңыздар болады. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Менің балаларым сүйіп жейтін өзбек пахлавасы осындай болып шықты бүгінгі. Назарларыңызға рахмет. Каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.